Су тасқыны семіз сөзге қарамайды. Дайындық өз деңгейінде жасалмаса, тілсіз жау тірнектеп жинағаныңнан айыруы мүмкін. Өткен жылғы топан су биылда титықтатпай ма? Дайындық барысы қандай? Ықтималды қауіпті аймақтары қайсы? Министрден сұрап көрдік. Бүгінгі таңда қардың қалың түсуі, өзендердегі судың деңгейіне байланысты қай өңірлерде, қазақша жауап бере кетсеңіз, қай өңірлерде су тасқыны болу ықтималдығы бар? Қазір бірімен біздің таблицаны қалай? Ең бірінші бізде Батыс Қазақстан облысы 186 елді мекен. Одан кейін Қарағанды облысы 150 елді мекен, Ақмола облысы 144 елді мекен, Солтүстік Қазақстан облысы 116 мекен және Шығыс Қазақстан облысы 72 елді мекен. Бірақ мен жаңа айтып кеткендей, бәрінен де топан су басып кетпейді. Ондай ақпарат дұрыс қабылдамаңыздар. Ол деген нақты сондай қауіп бар, бірақ оның бәрін ден қоя аламыз деген сөз. Нақтылау сұрағым, былтырғы жылы енді су тасқыны кезінде техникаларды дер кезінде жеткізу мәселе туындады ғой. Биыл ондай мәселелер туындамай ма? Және Алматы облысында жер сілкінісіне байланысты дабыл құрылғы істен шыққан еді. Қалпына келтірілді ме? Осыған жауап бере кетсеңіз. Иә, қазір бірінші сұрағыңыз техника жайында. Техникаға тапшылық болды. Әсіресе батыс өңірлерде логистикаға байланысты сұрақтар болды. Бірақ ол, мен жаңа айттым ғой, тәжірибе бар, алған сабақтар бар. Оның бәрі уақытысында дер кезінде жеткізілетін болады. Екінші, жаңағы жер сілкінісі болған кезде дабылға болған жағдай туралы енді біріншіден сол дабыл 5-5 балдан кейін жоғары өзі қосылады автоматты түрде, және екінші масс алерт, өздеріңіз көрдіңіздер, Алматыда сондай ақпараттандыру жүйесі іске қосылған. Цифрлық министрліктің бастамасымен тасқын деген жүйе құрылды. Ол біздің командалық орталығымызға енгізілді. Барлық қазіргі жетілдіру жұмыстары жасалып жатыр. Оның тәжірибе жүзінде, іс жүзінде нәтижесін біз осы алдымызда су тасқыны кезеңінде көретін боламыз. Бірақ қазіргі кезде күнделікті ақпарат алып жатырмыз. Бүгінгі таңға дейін ақпарат объективті болып жатыр. Су тасқыны болған уақытта, сол уақытта шараны қолданамыз деп. Қазір тағы да сіз сондай жауап беріп тұрсыз, қазір әріптесіме. Сол кезде сіздер өздеріңіздің дайындықтарыңызды білдірте алмай отырсыздар ма? Биыл тағы да су тасқыны болады ғой. Енді мен сіз қанша сұрақ қойдыңыз, сол нақтысын шынайы жауабымды сізге әрдайым айттым. Бірінші күннен бері дайынсыз ба дедіңіз, дайынбыз дедім. Дайындығымызды көрсеттік. Қалай көрсете алмадық? 120 мың адам, мен айтам әрдайым. 45 мың бала, ешкімде өлімге алып кеткен жоқ. Сондай 80 жыл болмаған топан суды соған төтеп бердік. Қанша жұмыс атқарылды, оны айтуымыз керек. Сол дайындығымызды әрбір сарбаз, әрбір азамат. Су тасқыны биыл қалай дайындығыңыз қалай десе, қазір сіздің беріп отырған жауабыңыз, су тасқыны олар уақытта тағы да көреміз дейсіз. 1400 іс-шара нақты жасалып жатыр деп айттым ғой. Енді қазіргі кезеңде ақпан айында біздің жаңадан құрылған комитеттің өкілдері соның бәрін тексеріс өткізіп жатыр деп айтып жатырмыз. Яғни дайын емессіздер әлі? Қазір дайындығын тексеріп жатыр. Былтыр осы ақпан айында да осындай жауап бергенсіз, былтырғы жылда. Мен айтып жатырмын ғой, дайындығымызды біз көрсеттік.